Абай Өлерге Сейтқали Медешев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 4-ші сынып оқушысымын. Кітапхананың тұрақты оқырманымын. Мен сіздерге Абай Құнанбаевтан туғанына 75 жыл толуына байланысты қас өлеңін жолдаймын. Ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жер сықырлап келіп қалды. Дем алысы үскірік, аязбен қар, кәрі құзан қыс келіп әлек салды. Ұшпады бөркін киген оқшар айтып, аязбенен қызарып ажарланды. Бұлттай қасын жауып екі көзін, басын сілкісе қар жауып мазан алды. Боранда бір сарқ етіп долданғанда, алты ғана тағуда үйше қалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар беті қолы домбығып үсік салды. Шидем мен тон қабаттап киген масы бет қарауға шыдамай теріс айналды. Қарт екеніне қажамас қайыршылқы титығы құруына аса қалды. Қыспен бірге тұмсығын салды қасқыр, малшыларым қорқылба итке малды. Соныға малды жайып күзетіңдер, екі өлтірмес қайрат қыл бос қамалды. Ит жегенше қондыбай қанай жүрсің, қол шебер мына антырған кәрі шалды. Мен сіздерге Абай өлеңдерін оқуға шақырамын.